сегізінші оныншы сыныптар арасында жалпы білім беретін бойынша ғылыми жобалық конкурсымызға қош келдіңіздер. Жалпы байқаудың мақсаты бұл жерде оқушылардың зияткерлік білімін қалыптастыруға ықпал ету болып табылады. Оқушылардың ғылыми зерттеу және оқу танымдық қызметін ынталандыру және де оқушылардың тәжірибелік жұмыстарын бақылау және үздік зерттеу жетістіктері мен өнер табыстарын көрсету және насихаттау. Жалпы біздің жобамыз 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең мектепшілік кезең, одан кейін аудандық кезең, үшінші кезең қалалық кезең және төртінші кезең республикалық. Мектепшілік кезең бізде алғы жылдары дарын орталығында 4 бағыт бойынша жүргізілетін бұл жылы әдістемелік орталыққа өткелі бізде оқушылардың өз еркіне салып отыр. Яғни әр оқушы өзінің пәніне қарай қалаған тақырыбын таңдап, бағыт бойынша емес, жаңағы қандай тақырыпқа оның икемі бар, қызығушылығы бар, сол бойынша оқушылардың жұмысын қадағалап, сол біліммен ауданға немесе республикаға үздік нәтиже көрсеткен оқушыларды шығарады. Бүгінгі мектепшілік кезеңі бізде 7 оқушы құрайтын болады. 7 оқушымызға әр оқушыға 5-7 минутта регламенттелген оқытушысы Дальбера Келесбек. Және де химия, биология, физика пәндерінің бірлестік жетекшісі Күлебаев Майра Мұхамедовна. Бұл кісі барлық ғылыми жобаларда осы кісінің комиссия мүшесі қойып, сүйкес бұл кісі әрін бағалап, және оқушылардың білімінен кейін терең қадағалайтын мұғаліміміз. Келесі бізде қазақ тілі әдебиеті пәнінің педагогтың материалдық санатындағы мұғалім Нұргүл. Ал келесі өз еркілеріңізбен шықсаңыздар болады, ешқандай бірінші мынау шығармаймыз, қорғауға келе берсеңіздер болады. Сегізінші астының оқушыларда топтық жұмысқа уақыт кішкене көбірек береміз, ал бастаймыз. Biz birinci əsil oluşlar, Biz tarafımızda ekoloji kasa ve sütleri, bizim muhayyemiz tarafından başlayıp talep kıldık. Hazır tanda komitede olanların hoşlanmadığı gerekçeleri yıldan sonra aldılar. O sanatçılar alım için biz bağlanmalı, kimse ekoloji kasa nege gözü tavuğumuzga mіндеттіміз. Bizim maqsadımız sütekli o'zimizda qarastırıp, onu ekologik şişlerinde ısıtmak. Жабайдан көмірқышқыл газы, метан, азот және тағы да басқа парниктік газдардың артық бөлінуі жердің температурасын көтеріп, климаттың өзгеруіне әкеліп соғады және ауа ластанады. Бұл адамзат пен табиғат үшін өте үлкен қауіп. Парниктік газдары көп мөлшерде біз көмірқышқыл газын байқаймыз. Атмосферада шамамен 76% парниктік газдары құрайды. Бұлардың пайда болу себебі көмір, мұнай, табиғи газ еді. Қазба отындардың жануы, көліктен шығатын болу, электр станциямен фабриканың жұмыс жасауы, алып көріп тұрғаныңызда эфторланған газдар мен тыңайтқыштар мен кондиционерлер электр өндірісінен пайда болады. Тағы да сол себеп газдар өте көп.
газының үшінші сайынғы бөліп жанушының қышқыл газының үлесі көрсетілген. Орта есеппен алғанда жылына 300 миллион тонна көмір қышқыл газы шығарылады. Жылжа эффектісінің зиянды жақтары жаһандық жылыну, мұздықтардың еруі, теңіз деңгейінің көтерілуі, климаттың өзгеруі, ормандардың жұмбақ үлесінің зияны және таза ауаның азаюы адам денсаулығына кері әсерін тигізуде. Сутекті отын ретінде қолданудың артықшылықтары. Экологиялық таза, көмір қышқыл газы түрлерін күйе бөлмейді. Жаңартылған жағынан болса, судан электр арқылы сутек алуға болады. Бұл әдісті электролиз әдісі деп атаймыз. Тиімді жағынан жану кезінде көп энергия бөледі. Ал қалдықсыз жағынан кейін тек су ғана қалады. Сутек отынын қайда қолдануға болады? Біз сутек отыны зауыттарда, электр энергия өндірісінде, ұшақтарда, жүйелерде қолдануға болады. Және де білесіздер, 2005 жылы Жапония сутекпен жүретін алғашқы Тайдемирай автокөлігі шықты. Тайдемирай аударған кезде болашақ деген болған. Ал практикалық бөлімге келетін болса, біздің қазіргі жобамыз ол қазіргі нақты. Яғни бұл теңізшілерінде су болып бөлінеді. Нәтижесінде электр тоғы ұзатқыштықтан шығындырады. Ал біріншіден электр тоғы осы үйлер арқылы ұлашқа беріледі. Ал артық қалғаны конвейерда сақталады. Сутек газы және жану кезінде реакциясы қалай болатындығын көрсетеміз. Бізге бұл үшін тұз қышқылы, пробиркалар және магнит түйіршіктері керек болады. Ең алдымен біз пробиркаға тұз қышқылын құямыз. Газ сутек.
Sağlarını unutuyorum. Biz sizlere karabağın tek kursudur. Көміртекке қарағанда сутек газының энергиясының шығуы өте көп. Жобада ұсынылған шешім сутекті таза отын ретінде қолдану. Сутек газын жанған кезде тек су бөледі. Яғни шаған отын ешқандай зиян келтірмейді. Біз көбіне жел энергиясын biz күн мен жел сияқты жаңартылатын энергия көздерін пайдаланып су электролизі арқылы сіздерге осы макетті көрсеттік және қалай жұмыс істейтінін көрсеттік. Болашақта осындай сүтек өнімі көбірек қолданылса, қазіргі жер бетіндегі атмосферадағы экологиялық теберекті сақталуын және де таза болашақ құрудың сенімді жолы болмақ. Hazır şeyleri, kanun boşluklarımız olsa, arkadaşlar müsaadenizle.
Меня зовут Седок Амир. Сегодня я затрону тему влияния цифровизации на восприятие литературы в современном обществе. Ведь в последние годы я заметил, что люди начали больше читать электронные книги вместо традиционных печаток. Я задался вопросом, влияет ли это на восприятие литературы и не вызывает ли это поверхностное чтение. Актуальность заключается в том, что с появлением цифровизации появилось так называемое клиповое мышление. Люди могут воспринимать только короткие тексты, и при чтении длинных рассказов они их не запоминают. Также они выбирают краткие пересказы и обзоры. История цифровизации. Цифровизация, в первую очередь, это внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни. Изначально цифровизация применялась для автоматизации издательских процессов, но со временем начала менять сам формат книг. Одним из первых цифровых проектов стал Project Gutenberg, основанный американским программистом Майклом Хартом в 1971 году. Его целью было создание бесплатной онлайн-библиотеки классических книг в открытом доступе. На сегодняшний день такие ученые, как Мэриан Вульф, Николас Старк и Анна Барн изучают влияние цифровизации. Они отмечают, что цифровизация упрощает доступ, но меняет способы их восприятия. Также мной была подготовлена таблица сравнений традиционных и цифровых книг. Оценивались по критерию формата доступности, хранения, экологического состояния, было просто традиционные книги не хотят в удовольствие. Правые книги же удобнее в хранении. Бумажные книги и аудиокниги в современном обществе. Бумажные книги являются основным носителем информации с 15 века. По опросу 92% студентов предпочитают бумажные издания по причине того, что им нравится тактильное ощущение книги в руке. Также им нравится визуальный процесс чтения, ведь приятно же видеть те страницы, которые ты уже прочитал. И это мотивирует читать дальше. Также аудиоформат помогает людям с нарушением зрения и дислексией, то есть помогает людям с ограниченными возможностями. Социальные сети и интернет-платформы как новые формы чтения. На сегодняшний день в социальных сетях, такие как ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, создаются читательские сообщества, где люди могут делиться информацией и советовать такую же книгу и прочитать. Также интернет-сайты, такие как Литрес и Яндекс.Книги, помогают людям читать огромную библиотеку книг онлайн. Влияние цифровизации на восприятие и умное чтение. Ученые доказывают, что экранное чтение активирует иные когнитивные механизмы. Ведь при чтении электронных книг вы чаще всего отвлекаетесь на уведомления, всплывающие окна и на звонки. Да? Также затрудняет снижать концентрацию, особенно у детей. Также у меня подготовленное видео. Его показать. Я понимаю, что никак не такой.
Чтение в современном мире. В первую очередь нужно минимизировать отвлекающие факторы. Включить фильм не беспокоить на телефоне, чтобы не отвлекаться на различные всплывающие факты. Также комбинировать форматы, смешивать традиционные книги с цифровыми форматами в зависимости от удобства. Также развивать цифровую грамотность, обучаться навыкам критического мышления и практиковать медленное чтение для более глубокого анализа текста. Также я провел анкетирование среди девятых и десятых классов и проходов. Я провел опрос среди 60 человек, и 8% из них выбрало традиционные книги, также 32% выбрали электронные форматы, 11% выбрали аудиокниги и 9% выбрали онлайн-статьи, сайты и блоги. Это показывает то, что, несмотря на цифровизацию, печатные книги остаются актуальными и по сей день. В заключении, в ходе исследования я пришел к тому выводу, что цифровизация сделала удобнее доступ к книгам, но вызывает поверхностное чтение. Традиционные книги, несмотря на это, остаются основным источником информации. Ведь при чтении обычных традиционных книг вы не отвлекаетесь на различные вкладки. При чтении электронных книг может возникнуть пиковое мышление, то есть восприятие, как я уже говорил, только коротких текстов. Таким образом, реальная цифровизация носит комплексный характер, где преимущества на наверное, доступа интерактивности сопровождаются рисками поверхностного и неглубокого анализа текста и улучшения когнитивных функций. То есть чтение электронных книг требует новые навыки для лучшего усвоения текста. Необходимо для критического осмысления качественного. Спасибо за внимание. Также хотел добавить то, что в ходе исследования мне очень понравились такие книги, сделаны по технологии электронных чернил, то есть напряжение чернила, это не видит глазам, то есть при чтении таких книг можно не отвлекаться. Так что книги, да? Ведь в формате или EPUB вы можете написать более 1000 книг. Это вам хватит. Но начинается от 60. Но это так, может быть,
А, вопрос? Ридеры эти, они компактны, удобны и не вредят глазам. Да. Даже, к примеру, школьные учебники можно скачать. У них намного меньше вреда глазам, чем, например, читать электронные книги со смартфона, ведь в смартфоне есть мерцание экрана, а здесь нет. Там, в первую очередь, нет уведомлений, не отвлекается, да? Если вы будете читать с телефона какие-то крупные романы, может, вы можете отвлекаться на различные чаты. Вот, к примеру, вы учителя, у вас есть учительские чаты, где постоянно приходят уведомления, и вы на них отвлекаетесь. Нет, продолжится. Просто закрывается, там датчик пола есть, закрывается, оно переходит в спящий режим, открывается и снова на той же странице. Да. И интересный факт, что старые книги имеют запах ванили. Это ставит, есть лимит, он в процессе окисляется, что и выдает запах ванили. Это не вредно. Смешивается правильно и с ридером. Если, к примеру, в поездках мне удобнее будет взять ридер, а он компактный. Ну, думаю, достаточно для класса. Ну, для подростков. И когда я, к примеру, ходил, да, в библиотеку, чтобы взять материал, да, я провел опрос библиотекарши, то есть приходит ли вообще читать подростки книги. Она ответила, что стабильно 100 человек приходит. Это показывает то, что на данный момент, да, даже в период цифровизации подростки ответ читать традиционные, почитать, выбирать традиционные там. Именно 100 детей в день.
Стабильность. Классно. Келесі қатысушымыз 9-ші сынып Мұхаммедова Тахмина. Екіншісі Ералиева Феруза Мұратова. Меня зовут Хамедова Тахмина, я ученица 10-го класса. Мой руководитель Иралиева Феруза Муратовна. Цель моего проекта «Маленький человек». Произведение Николая Васильевича Гоголя «Шинель» является одной из ключевых произведений русской литературы. Тему одиночества, личной судьбы и социальной справедливости. Главный герой Акакий Акакиевич Махмачкин. Человек, живущий одиноко и незакрытой жизнью. Его образ актуален и в современном мире, поскольку многие боятся выставлять свои предыдущие. Махмачкин – это бедный чиновник, живущий тихо и замкнуто. Он спокойный, и не пытается изменить свою судьбу. Его единственной целью в своей жизни была покупка новой шинели, поскольку старая пришла в гордость. Долгое накопление делало ее приобретение важным событием. Получив ее, Акакий испытывает незабываемую радость, а также она становится символом надежды и уважения. Но охотник продолжается долго, и вскоре он ее теряет, и ее губит. Эти справедливости сталкиваются с равнодушием человека. Сильно напрягая здоровье и вскоре умирает. То смерть и возвращение без призрака, которое опирается на него похож, подчеркивает трагедию несправедливости и непризнанности. Сравнение с другими образами. Макар Девушкин из произведения «Бедные люди» написан Достоевским. Тоже бедный чиновник, живущий в нужде. Но в отличие от Акакия, он проявляет больше душевности и чувств. В его письмах Варваре Добросёновой указывают, что у него душевный мир, полон заботы, а также он очень заботится об окружающих, несмотря на собственную нищету. Второе произведение написано Чехов. Преподаватель сознательный, замыкающийся в футляре, боится перемен, страх перед жизнью. Третий вариант с произведением войны также написан Достоевским. Этот человек сталкивается с верным срывом, попыткой добиться утверждения в обществе. Также у них общие и различия. Они все являются одинокими и уязвимыми. Но, несмотря на то, что у них разные характеры, они все же являются маленькими людьми. Акакий и девушки вызывают сочувствие своим измерениям. Не знаю, ощущение странности, то, что он замыкается в самом себе и боится перемен. Галяткин скорее тревогу из-за того, что потеря идентичности своей. Также мы провели опрос среди учащихся и преподавателей этой школы, чтобы понять, как люди, знакомы ли они с произведением Шинель, знают ли они о маленьком человеке. Большинство ответили, что знают, и испытывают сочувствие и жалость к этим людям. Также маленькие люди актуальны и в нынешнее время, поскольку везде почти можно встретить такого человека. Они боятся перемен, боятся показать себя и не хотят менять свою судьбу и жизнь. Все, есть вопросы? Есть. Ну, давайте вам. Через интервью с врачом.
Любовь, например, кто-то их осудит за какие-то перемены в жизни, за какие-то их действия. В своей жизни, а также он рисовал, и он довольно общительный человек. Через главный текст он будет говорить. Знакомы ли вы с произведением Шинель? Здравствуйте. Да, знаком. Как вы думаете, изменилась ли судьба маленького человека в наше время по сравнению с эпохой? Я думаю, не очень. Конечно, есть свое влияние современности, но не так уж изменилось. Сохранилось также. Как вы относитесь к идее, что маленький человек – это трагический герой? Ну, наверное, вы правы. Так и есть. Потому что, к сожалению, структура организации на, скажем так, государства, управления не дает ему быть по-другому. Верите ли вы, что маленький человек может изменить систему? Да, при стечении определенных обстоятельств он может изменить систему в лучшую сторону. Что для вас значит быть незаметным или простым человеком? Незаметно будет простым человеком, человек, который вообще ничем не интересуется и застыл в своем времени, в своем промежутке времени. Это печальный человек, это нельзя. Чувствуете ли вы, что ваша работа недооценена обществом? Ну, учитывая, что я врачом, да, скажем так, нашу институцию, нашему обществу, нашей республике, она действительно недооценена. Бывали ли случаи, когда к вам относились несправедливо только из-за вашей должности или социального статуса? Нет, такого меня не было. Потому что я врач, все по своей жизни, врачи всегда учатся хоть как-то проявляют положительный интерес, взаимовыгодные, если вас чаще бывает. Но у меня нет. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Ты считаешь, что общество и государство виноваты?
стать лучше. Айтпай саят. Қазақ тілі пәні әдебиеті бойынша жетекшісі Смайылова Жанар Егемен. Бастаймын. Аллахымызды құрметті айтқызарғысы және көрмеді бейнесі мәкбесі және бүгін сіздермен бірге тағылайтын тақырып, яғни 10 жылы оқыстан түркізін туризмі. Яғни ең біріншіден арнайы мақсатында өтетін болса, яғни кіріспеуі осы тұқтыда мен қандай мақсаттарды қойып қандай мақсаттарға жетуім керек. Ең бірінші мақсатым осы жерге туризмді түсіндіріп беру. Ең бірінші мақсатым ол туризмдегі мәселелер. Осы туризмде біздер қандай бір түрлерін кездесеміз. Түрлі өмірде қандай мәселелер бар. Ең мәселелерді шешу жолдарын сұрап кетеміз. Осы мәселелер осындай жолдармен шешеміз деген. Ал бірінші мен шешуім яғни мақсатым ол мәселелерді қана мен шешу. Бұл мәселелерді екіншісі туризмді дамыту. Яғни жақсы аллахтан сөйлеу. Алғашқы ең басты ол жаңа Қазақстан. Менің туризмдегі ол қадамдарға тыс өздерінің мемлекеттің аса елге барып тыс демалуы. Яғни басқа жерге келіп, жерден екінші жерге сол уақытта асықпат шегуі және ең басты өмір көруі. Яғни басқа ұлттың тарихын көруі, адамдарын көруі, олардың салт-дәстүрін барлығын біздер осы туризмді кіргіземіз. Енді қараңыздар, туризм бізге қанша жыл бөлінеді? Туризм бізге беске бөлінеді. Ең біріншісі экологиялық туризм, екіншісі тарихи мәдени туризм, үшіншісі экстремалды туризм, ішкі туризм, бесіншісі халықаралық туризм. Яғни экологиялық туризм кәдімгі өзі экология деп айтылғандай, ал екіншісі бізде тарихи мәдени, яғни тарихи орындары. Ол бұрынғы заманға барамыз, біздің өзімізде тарихи орындарымыз бар. Соның барлығы тарихи мәдени туризмге жатады. Экстремалды дегеніміз, ол экстремалды ол адамдағы гормондар, яғни адреналин, ол мысалы альпинизм шығу, таудан секіру өзі барлық осы экстремалды туризм кіреді. Ішкі туризм бізде өзіміздің, мысалы Қазақстан туризм алсақ, қазақтардың өзіміздің жеріміздегі туризмді дамытуы, сол ішкі туризм болып аталады. Ал халықаралық туризм басқа ұлттардың біздің елге келуіміз. Енді қараңыздар, Қазақстан Республикасының туризмінің жағдайын айтып кететін болсақ, Қазақстан Республикасының туризмі ол бізде тек қана төрт қала. Қандай қала? Астана, Алматы, Шымкент, Түркістан. Енді қараңыздар, неге? Қазақстанда негізі 89 қала бар. Осы төртеуінен ғана біздер халықаралық туристер келеді, яғни басқа ұлттар бар. Неге? Астана біздің кәдімгі астанамызда барлығы бар, жағдай бар. Алматы табиғатымыз жақсы, қалалар бар, кәдімгі салт-дәстүрдің барлығы осы екі қалада. Ал Түркістан тек қана тарихи мәдени туризм. Осы сөз бар. Неге біз осындай кезде мәселе туындайды? Систематик қаламыз қайда? Систематик қаламызда неге біздің есепшілеріміз шетелдерше, қысқаша айтқандайша, бірақ ол айтылмайды бізде. Сол неге айтылмайды? Мен сізге түсіндіріп беретін болсам, мен келесі Қазақстанда мәселе осы төрт мәселе. Ең біріншісінің есепшілер, яғни төрт қаладан тыс бізде есепшілерге көңіл бөлінбейді. Сол бірінші мәселе, екіншісі маркетинг әдістігі. Яғни біз басқа ұлттар Өзбекстанда барлығына, яғни онтықта ақшады біледі. Бірақ бізде ақша бізді Боран деген фильммен қалайтын ол сондай ұғыммен біз істегенбіз ақша. Боран келеді, ол бізді жамандайтын қалайтын ол сондай маңызды нәрселермен сол өкіште отыр. Біз соны қалай маркетинг көтеріп, біз ақшада жақсы көруіміз керек. Яғни сөйтіп бар, біз қалайтын ол жақсы көруіміз керек, сол да мәселе. Қараңыздар, ақпараттың қатысында ақпарат бізде ескертішке жетіспейді. Кәдімгі ақпарат мақұлмат жетіспейді. Мысалы бізде домалақ арнан дегеніміз кім? Домалақ арнан дегеніміз ол кімнің әйелі ол? Неге бұған ескерткіш жасалды деген барлық бізде түрлі білемін, экономичка бар. Ол тек қана сол кәдімгі мамандар, үлкен мұғалімдер, жақсы деген адамдар сонда ғана біледі. Яғни жастар білмейді. Сол кезде бізде ақпарат артықша. Және төртіншісі бізде күресте инфоқұрылымның жеткіліксіздігі. Инфоқұрылым деген сөздерді ол кәдімгі адамның тұрғын өмірді қолданатын нәрселері. Ол ашықхана, ол кәдімгі қонақ үй, жолдар, инфоқұрылымға кіреді. Сол істегені азайып жатыр да ше. Ол кәдімгі қала ғана да жақсы бәрі тексермес қалды, өкінішке орай өсіп жатыр. Енді қараңыздар, келесін айтып өтетін болсам. Осындай
екіншісі бар, ол ең алған сарайшық қаласы бар бізде кәдімгі тарихымыз абай байтақ кесенесі бар, беген ата жер асты мешіті бар. Бұл барлығы негізі біздің табиғатымыздың ерекшелігі, Қазақстанның жерінің ерекшелігі. Бұның әрбір қалада жоқ. Орталық Қазақстанда Ұлытау облысы бар, Гүлжарықтан үңгірі бар, және де Спасск мемориалы бар. Бұның барлығы тарихының. Солтүстік Қазақстанда бізде Қызылжар дегеніміз бар. Қызылжар дегеніміз бар, Абай Алтынсарин кесенесі бар, Олдай қолымыз бар. Және келесі түрде ең солтүстік Қазақстан берел қорғандары, кішілетті қорғандары, Абайдың Жидебай бөлімі музейі. Мен осы кезде оңтүстік Қазақстан алған жоқ, себебі және айтқан қалалардың барлығы оңтүстік Қазақстан болды. Мен өзіміз жатқа біліп алғам, өйткені көп турлар жүргіземіз да. Осы жәндегі бес төрт облыста мен бір көрген жоқ. Және сол кезде мен қысып мәлімет байқадым, Шығыс Қазақстанда мен осы Шымкент қорғандарымен берел қорғандарын бірінші рет естіп, ол өзіме ашылу болды. Және келесі жылдар осыған барып көріп, яғни қайтадан зерттеушілер жүргізуім деген үміттемін. Енді шешу мәселе, және мәселені шешу жолдары. Мен қазір сізге тұрғынды халықтың айтуын, яғни кәдімгі шешу жатқан мәселе әкеліп тұрсын, жасырғым келген. Яғни қараңыздар, мәжілісі әкеліп, маркетинг әдістері, ақпарат әдістері, толық жетіспейді. Қараңыздар, бізде қазір Шымкент стимул паркі бар, Шымкентте. Сол кезде бізде сырық құрамалар бар. Сырық құрамада бізде бейнеролик көрсетіледі. Яғни түнгі суағып яғни бейнеролик көрсетіледі. Сол кезде бізде неге тарихымызды көрсетпеске деген сұрақ пайда болды. Ол кезде кәдімгі андай бейі хиттар жүгірген көрсетті. Сол кезде біздің тарихымызды көрсетсекші, кәдімгі келесі тағырбада көрсетсек, кәдімгі тарихының алаш зиялылары барлығы бар бізде. Сол кезде біздің тағыда немесе бара деген технологиялар шықты. Яғни жастардың облысында қазіргі заман технология заманы бар. Сол кезде технология шықты. Немесе бара деген андай әшек болады керек. Сол әшек сол технология болады. Сол кезде бізде қазіргі таңда дінге және былайда көп нәрселер жүріп жатыр. Осы технологиялармен кәдімгі бұрынғы заманға апарады. Енді бізде соның тарихқа барсаңшы, бізде ең көп тарихқа мысалы 100 жылдар бар. Бізде Қазақстан тарихымызда 100 жылдан барлығы осымен көрсетсекші, біздің яғни тарихымыз ең бірінші салт-дәстүріміз келесі туризмнің өзі көтеріп кетеді. Өйткені жаңағы ескерткіштер барлығынан жасалып барады. Яғни осы нәрсе көрсек, яғни шын көзбен көргім келеді. Фантазиямен, қиялдығымен адамдар істей алады. Және бұл тағы бизнесмендерде де жасалады. Яғни екі жаққа да тиімді болды. Өйткені бизнесмен алады да, сосын италияда эксментті 2500 деп жасады. Жасы ұмтылады осы көрге, 2500 әр нәрсе ақтылар, оның өзі қайда. Екіншісі бізде волонтерлықтарды шақыру. Волонтерлік шақыру ол қалай? Және түресі инфрақұрылым ашықты яғни әксі. Сол жерде бізде кәдімгідей дұрыс шарттар, дұрыс қоғаммен шарттар бізде ақылдық келеді. Яғни кеңдер көмектесшілерінде біз осы қиындық болып жатыр. Өзіміздің ұлтымыздың, өзіміздің кереметтік. Мен соның баратымен, көп алдына баратымен. Және ұлттық сенбелі туризм. Ұлттық сенбелі туризм ол тек шетелден келгендерге ғана емес, өзімізге, яғни ішкі туризмді дамыту. Және қараңыздар, әлеуметтік желілер, осы жерде шығады, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, осы желілер арқылы одан да дамытамыз, яғни осы кезде жастарды тартқызамыз өзіміздің өлкеге. Осы кезде менің тәжірибем шығады. Менің тәжірибем мектебінде кәдімгі орысша тілін ақпаршы өзім сұрақтар қойдым. Яғни жаңағы ескерткіштер сендер білесіңдер ме? Мен әйтеке оңтүстік Қазақстанды аламын. Себебі білемін, Домалағана, Ақмешіт деген барлығымыз барғанбыз, Түркістанға барғанбыз. Бірақ жаңағылерге бармағанбыз. Маған қызық болды. Сіздер қалай білесіңдер туризмді? 5-ші ауысымда бізде өмірші орай қатты білемін деген. Бірақ енді бопты өйткені біз олар ең тарихи болатын ғой. Сол үшін бопты, бірақ 7-шіден 8-ші олар жарыс білмейді деген. Сол өмірші бопты. Енді олар қазіргі болашақ балымыз бар, болашақ жастарымыз. Сол себептен осымен дамытуға кәдімгі тасымал үлесін қосқым келеді. И өзімнің ұсынысын жасағым келеді. Яғни жастарды қалай тұрған болсын. Менің ұсынысым ол қазақ қой, яғни ұлттық сенбелі туризм осыған келеді. Менің ұсынысым ол туристік мобильді қосымша. Мобильді қосымша ол туристік арқылы қазір критерияларын айтып, Қазақстан деген табиғаты яғни өте мол, өзіңіз білетіндей, тасымал өте дамыған. И осы кезде бізде турист деген мобильді, бірақ ол қосымшада сіздер тек қана әшейін басшылық осы жерге жете аласың деген, яғни мақсат жоқ. Менің қазақ қолымда осы турист сияқты маршрут барлығын сәпірі, автобус, такси, барлығын сәпірі, бірақ ішке бағынатымен болады. Сол ерекшелігі да бізде. Қараңыздар, мен мысалы Ақмешіт ол маған маршрут қойып береді. Таксимен болсын, автобуспен болсын, барлығын сәпірі, бірақ соның астында бағынат береді. Ақмешіттен осы жерде орналасқан, осы мысалы Жайнақхан мен
тақырыбы көтерілістерге және осы жерде мәселелерін қызып қалған деген кішкене мағлұмат қысқаша болады. Яғни бұл тек қана ішкі өреге дамытпай, ол кәдімгі шетелдерге сіңіріп береді. Ол көтерілістер емес, ақша өздеріне қалады. Сол кезде бізде таныстап, мына екінші критерий ол әр ескерткіштер туралы мәліметтер бірінші Қазақстан барлық тарихи жерлерге маршрут, үшінші қосымша ақыс. Яғни ақша алды, интернетсізді. Сол кезде мысалы интернет деді, итқа ақша келді. Ал менде ол қосымша ақыс режимде болады. Яғни барлығына ыңғайлы. Және төртіншісі бізде үш тілде болады. Ағылшын, орысша және қазақша. Тағы да, яғни туристер келіп жатса, біз әлі көрсетеміз. Осымен ерекшелік көрмейді. Яғни мағлұмат ерекшелікті. Регламент сақтаймыз. Осындай логотипмен, цифрлы және деталь. И мен яғни практикалық жауабын шұғырадармен және Сүсінген деген бізде Қазақстанның ежелгі мәдени ескерткіші оңтүстік Қазақстанда Сүсінген өзенінің оң жағалауында орналасқан. Осы кезде бізде екеуі қандай не орналасып тұрады? Құштарда өзіміз берген Шымкент қаласындағы біздің кәдімгі бағын өзінің суынан келеді. Осы кезде міне картаны көрсетейік. Деген асыл. Ұсыс бізде неге келеді? Ұсысла бізде екеуінде суда, яғни Сүсінген бізде осы жаз мезгілдерінде ол алғырда жер асты болады. Яғни Сүсінген қасында өзендерінде аттары бекерге берілмейді, атты жермен су кіріп кетеді. Сол кезде бізде сұрақада болады, ол су қашқа кетеді. Ол ауа кетсе бірақ барлығы қалмайды ғой. Сол кезде бізде осындай мен ғалымдардың іздене отырып таптым. Сүсінген деген жердің жазаларында су кетіп қалып, жер асты каналдарының құшқар тарапынан шығады. Яғни осы қаласында теңше туанның астында суды орналасқан. Сөйтіп біздің кәдімгідей ленгерден біздің құшқарға келіп құйылады деді. Осы менің зерттеу жұмысы болды. Яғни практикалық жұмыс. Өкінішке орай мен өзім Сүсінгенге бара алмадым, өйткені жағдай болмады. Өкінішке орай бірақ келесі жазда осы кезде барамын. Өйткені су жоқ болған кезде. Мен кәдімгідей өзім қызығушылық қоямын деді. Өйткені мен құшқарға күнде барып жүрген адам келгенше су таза, су мөлі, осы Сүсінген жерден баратын мен өзім біліп сіздерге ұсынып отырмын. Және бұл осының барлығы менің және қазақ тур деген қосымша мәліметімді орын алады. Ол да назарларыңызға айтатындай. Сұрақтарыңыз болса, қандықасы мүшелері. Бірақ сол жайында шықыру жоқ. Шықыру өзінің солдатымен жоқтың болса, сөзге тілге жақын болса, олар бұл мен және мобильді қосымшамен қысталан деген үміттерін өйткені барлығын осы жерде бар, осы жерде бар.
Kan şimdi bunlar uçuyor diye aldı. Ben çalışmanın özünde çok nerede yani kişiler zaten. Ben alanda olabilir de sizin mesleğinizde. Ben sonra akar ben konuşuyorum kısa devam edelim. Bir bakalım. Aslında çeşitli bu geldi. Akşam tekerleşti.